Сәлем құрметті достар, қалайсыңдар, қалдарыңыз қалай? Достар, бүгінгі видео иммунитет жайлы болады. Яғни біздің ағзамызда иммунитет қалай жұмыс жасайды, оның маңыздылығы қандай деген сұрақтың жауабын бүгінгі видеоны алатын боласыздар. Видео басталмай жатып, осы видеоға лайк басып, каналға тіркеліп, комментарий қалдырып кетуді ұмытпаңыздар. Сіздердің бұл жасаған іс-әрекеттеріңіз біздің каналдың дамуына қосқан үлестеріңіз болып табылады. Ал кеттік достар, видеоны бастаймыз. Иммунитет дегеніміз не? Иммунитет дегеніміз бұл ағзаны сырттан келіп түсетін бөгде заттардан қорғаушы қорғаныс жүйесі. Яғни ағзаға өзінде жоқ бөгде заттар келіп түсетін болса, ол бөгде заттарды иммундық жүйе бірден танып алып, оны жойып отырады. Осы біздің иммундық жүйеміз. Иммунитет үлкен екі топқа бөлінеді: спецификалық және бейспецификалық. Спецификалық дегеніміз арнайы, ал бейспецификалық арнайы емес. Бірінші бейспецификалық иммунитеттің түрінен бастайтын болсақ, бейспецификалық иммунитетке эпидермис, яғни көріп тұрғандарыңызға бірінші қабат. Бұл не үшін эпидермисті кіргізіп қойыпты? Себебі тері бізде ағзаны сыртқы орталықпен, яғни ағзаның ішкі орталығын сыртқы орталықпен шекаралап тұратын ең маңызды тін. Сол үшін ең бірінші бейспецификалық иммунитетке эпидермисті кіргізіп қойыпты. Екіншісі бұл дерма, яғни екінші қабат терінің. Бұл дерманы не үшін кіргізіп қойыпты? Дерманың өзінің коллаген, эластині бар, және өзінің қышқылдық ортасы бар. Яғни pH төмен деген сөз бұл қышқыл. Коллаген, эластин теріге механикалық және әртүрлі зақымдарға қарсы тұрып береді, және оның бүтіндігін сақтауға қызмет жасайды. Және pH төмен болуы, яғни қышқылды болуы, ол жерге келіп түскен микроорганизм ол жерде өмір сүре алмауының нәтижесінде микроорганизм ішке өніп кете алмайды, яғни еніп кете алмайды ішке қарай. Ал келесі бейспецификалық иммунитеттің түрі бұл шырышты қабаттар. Шырышты қабат дегеніміз, мысалы эпидермис, дерманы біз үйіміздің қабырғасы деп қарайтын болсақ, шырышты қабаттар бұл үйіміздің есіктері, терезесі. Неге? Оларға мысалы көзді кіргізіп қойыппыз, құлақ, ауыз, мұрын, жыныстық жолдарда. Мысалы аузымыз, мұрнымыз, көзіміз, құлағымыз, жыныс жолдар, бұл барлығы сыртқы орталықпен шырыш арқылы байланысып тұрыпты, яғни қақпа. Яғни осы қақпалар арқылы ағза сырттан затты кіргізіп шығарып отырады. Сол үшін бұл қақпа қажет. Енді ол қақпа арқылы микроорганизм еніп кетпеу үшін, бұл шырышты қабаттың құрамында бөлінетін шырыштың құрамында лизоцим деген биологиялық актив құрылым бар. Оның ерекшелігі ол бактериоциттік қасиеті бар. Яғни сырттан келген бөгде заттарға немесе микроорганизмдерді жойып ертіп отырады. Міне біздің үшінші бейспецификалық иммунитетіміз. Төртіншісі бұл құсу. Құсу дегеніміз қорғаныштық рефлекс. Оның маңыздылығы, егер де ағзамызға қорытуға келмейтін мүлде, мысалы шампунь, сабын деген заттар, мысалы стол сияқты басқа да заттар ағзамызда қорытылуға келмейді. Себебі біздің аузымыздан тек қана адам қоректенетін, яғни қорытылатын өнімдер ғана өтіп, бұл ас қорытуды сіңіріледі. Яғни олар углевод, белок, көмірсу, майларда негізгі біздің ас қорыту жүйеміз соларды қорытуға арналған. Ал шампунь, сабын деген заттар біздің ағзамызға қорытуға келмейді. Сол үшін егер де ағзамызға сондай зат түсетін болса, ауыз арқылы бірден оны құсу рефлекс арқылы сыртқа шығарып жібереді. Бұл да біздің бейспецификалық иммунитетіміздің түрі. Яғни ол келіп түскен зат та бөгде зат болып саналады. Келесі қабыну. Енді қабыну сіздерге кішкене механизмін түсіндірейін. Қабынуды осылай қарапайым механизмін түсінсек болады. Көпшілігімізге таныс бұл жағдай. Мысалы терімізге осындай бір бөгде зат кірді, біз оны алып тастадық, бірақ орында қалып қойды. Енді біздің терімізде, тіндерімізде өте көп тіндік иммундық жасушалар бар. Ол жасушалар осы бөгде затты кірген жерді анықтайды да қанның құрамына иммундық жасушаларды шақырады. Яғни осы жерге келіңдер, осы жерде бөгде зат бар, осыны бірге жойып тастайық деп барлығы шақырады қанның құрамында. Көріп тұрғандарыңызға қаннан өтіп жатыр. Мынау тіндегі иммундық жасушалар сезгені. Олар шақырды, келді. Шақырғаннан кейін ол жерде сол бөгде затты жоюға арналған үлкен соғыс болып жатыр. Яғни сол қалдық заттарды бәрін жойып, ертіп, жұтып жатыр барлығы иммундық жасушалар қосылып.
орнында міне көргендеріңіздей осындай қабыну процесі болған кезде міне ісіну деген сияқты белгілер болады. Қызару, ісіну, және соңында іріңдеседі, ірің соңында шығып кетеді де ары қарай тері регенерация болып, дермасы регенерация болып өз алдына бұрынғы қалпына қайтады. Қабыну дегеніміз достар осы процесс. Бұл да біздің ағзамыздың беспецификалық иммунитетінің бір түрі. Келесі спецификалық иммунитет. Спецификалық иммунитет бұл беспецификалық иммунитет жеткіліксіз болған жағдайда іске қосылатын иммундық жүйенің екінші түрі. Яғни мына айтқан беспецификалық иммунитет, беспецификалық барьерден микроорганизм немесе бөгде заттар өтіп ішкі флораға енетін болса, ол кезде біздің екінші иммундық жүйеміз іске қосылады. Ол арнайы иммунитет немесе спецификалық иммунитет деп аталады. Жалпы енді бұл иммундық түрге тоқталмай тұрып, біз мына маңызды ақпаратты біле кетейік. Ағзамызда иммундық жүйенің екі маңызды органдары бар. Олар орталық және шеткі болып бөлінеді. Орталық иммундық жүйенің органдарына тимус, сүйек кемігі жатады. Ал шеткі иммундық жүйенің органдарына болса талақ және лимфа түйіндер жатады. Енді бұл жерде біз мысал келтірейік. Біздің мемлекетті қорғайтын армия және солдаттар. МВД, КНБ деген сияқты. Мысалы, тимус пен сүйек кемігі сол қызмет жасайтын солдаттарды дайындайтын армия. Ең басты орталық. Сол үшін орталық органдар деп қойыпты. Бұл жерде ағзаны қорғайтын иммундық жасушалар жасап шығарылады. Яғни армия ағзаны. Ал талақ пен түйіндер болса, лимфа түйіндер, бұл ұрыс болатын алаңдар. Яғни осы жерден солдаттар шығарылады да, осы жерге келіп бөгде затпен ұрысып, оны жойып отырады. Ал келесі спецификалық иммунитеттің қалай жүретіні туралы сіздерге көрсетіп өтейін. Мысалы, мынау шырышты қабат мана сіздерге айтып өткен. Ауыз қуысы болуы мүмкін, ол мұрын, көз болуы мүмкін. Егер де сол барьерден өтіп кететін болса, микроорганизм біздің ішкі флораға енді. Ішкі флорада ең бірінші болып біздің иммундық жасушамыз макрофаг оны қабылдап алады. Макрофаг өзі негізгі қасиеті фагоцитоз, жұтып алады ішіне. Жұтып алады да ол туралы ақпаратты жинайды. Яғни ішінде тұр ғой микроорганизмде бөгде зат. Ол туралы ақпарат жинайды. Оның түсі қандай, көрінісі қандай, барлық ақпаратты жинайды да макрофаг сол ақпараттың барлығын Т лимфоцитке береді. Яғни Т лимфоциттің helper деген түріне береді. Т лимфоцит біздің тимуста жасалып шығатын иммундық жасушалардың түрі. Т лимфоцит ақпаратты алады да, оны қайтадан өңдейді де Б лимфоцитке береді. Б лимфоцитте сол біздің сүйек кемігінде жасап шығатын иммундық жасушалар. Б лимфоцит толық ақпаратты алады, яғни осы келіп түскен микроорганизм туралы толық ақпарат Б лимфоцитке жетеді. Б лимфоциттің маңыздылығы, оның қызметі ол гуморальды иммунитетке қатысады. Қазір гуморальды иммунитет деген не екенін түсіндірем. Гуморальды иммунитетке қатысуы ол өзінен антидене жасап шығарады, немесе иммуноглобулин, екеуі бір зат. Сол иммуноглобулиндер жасап шығарады, немесе антиденелер жасап шығарады да, ол антиденелердің қызметі осы келіп түскен микроорганизмді жою. Яғни ағзаға бірінші рет осындай бөгде микроорганизм түскен болса, оны ағза танысады бірінші жолмен. Қандай микроорганизм, ол түсі қандай, көрінісі қандай, пішіні қандай, барлығын жинайды. И оған қарсы біздің армиямызда әскерлер дайындалады. Солдаттар дайындалды да, ол микроорганизм екінші рет біздің ағзамызға қайта түскен кезде осы антиденелер бірден барып оны жойып тастайды. Себебі оны біздің ағзамыз таниды. Не үшін осыншама ақпаратты жинады? Соның барлығы осы екінші рет түскен кезде бірден жойып тастау үшін бірден танып алды. Не үшін тану керек? Себебі бұл антиденелер өзінің ағзалы тінін жеп қойса, мысалы ағзамыздың өзіміздің организмнің тіндерді жеміріп кетуі де мүмкін. Сол үшін ол осындай ақпараттарды тасымалдайды, ортада осындай тасымалдау жүйесі бар. Сол үшін толық ақпарат жақсы болу керек, микроорганизм туралы толық ақпаратты алу керек. Сол кезде ол бөгде зат бірден ағзаға енген кезде, ішкі флораға түскен кезде оны бірден барып антиденелерін жойып тастайды да, ағза бөгде заттан құтылады. Бұл осы антиденелер дегеніміз қанда айналып жүреді. Яғни қанда айналып жүретін болғандықтан оны біз гуморальды иммунитетке жатқызамыз, Б лимфоциті барлығын. Достар, енді бір жерде бір ерекшелікті айтып өтейін. Мысалы, житс деген, яғни спид деген ауру бар. Көпшілігіңізге таныс. Бұл ауру ең бірінші иммундық жүйенің жасушаларын зақымдайды.
иммундық жүйені жасушаларын зақымдағанда, мысалы вирус келіп Т хелпер деген Т лимфоцитті осы жерде зақымдап тастайтын болса, егерде ағзаға келген кез келген микроорганизм түсіп макрофаг оны қорытқанымен де ол туралы ақпаратты Б лимфоцитке макрофаг бере алмайды. Ортада көпір Т хелпер бар. Егерде Т хелпер жоқ, мысалы вирус түсті, вирус спидтен зақымдалды ағза, Т хелпер жоқ, макрофаг сырттан келіп түскен микроорганизмді танып оны жері дейік, бірақ ол туралы ақпаратты Б лимфоцитке жеткізе алмайды. Себебі ортада көпір жоқ. Көпір жоқ болғасын Б лимфоцит активтенбейді. Активтенбегесін антидене жасалмайды. И ол келіп түсе береді, ағзаны зақымдай береді. Көрдіңіздер ғой ағза қалай зақымдалатынын. Ал енді келесі иммунитет үлкен және бір екі топқа бөлінеді. Туа пайда болған иммунитет, жүрек пайда болған иммунитет. Туа пайда болған иммунитет бұл біздің эволюциялық даму барысымызда пайда болған иммунитет, яғни біз басқа да жануарлардың ауыратын аурулармен ауырмаймыз. Себебі біз Homo sapiens'піз. Яғни жануарлардың ауыратын ауруы біздерге сай келмейді. Сол үшін бізде туа пайда болған иммунитет бар. Ал жүрек пайда болған иммунитет, бұл аты айтып тұрғандай жүрек пайда болған, ол екі түрге бөлінеді, шынайы және жалған, немесе қолдан жасалған иммунитет. Шынайы иммунитетке тоқталатын болсақ, шынайы иммунитет актив және пассив түрге бөлінеді. Активті түрі постинфекциялық, яғни инфекциядан кейінгі. Мысалы, міне, осы инфекциядан кейінгі деген сөз, оларға қарсы антиденелер жасалды, и оларға қарсы, мына микроорганизмге қарсы иммунитет қалыптасты болса, постинфекциялық иммунитет деп аталады. Бұл активті түрі. Ал пассивті иммунитетке келетін болсақ, ол сүтпен, яғни ана сүтімен эмбриогенез, яғни эмбриогенез дегеніміз бала сәби ана қарында кезінде ол анасының қанымен қоректенеді. Қоректенген кезде анасы қан арқылы оған иммундық жасушалар да оның ағзасын қорғайды. Оның ағзасына иммундық жасуша да өтеді, бала дүниеге келгеннен кейін сол иммундық жасушалар нәрестені қорғайды. Сонымен бірге сүт, яғни ананың сүті балаға қорек болғандықтан оның құрамында антиденелер бар. Ол бала онымен қоректенгендіктен оның ағзасын анасының сүті арқылы түскен антиденелер қорғайды да нәресте сыртқы микроорганизмдерге шыдамды болады. Бұлар бірақ уақытша, білесіздер, ересек адамдарда бұл механизм уже өшіп кетті. Кішкентай кезімізде болады, уақытша болғандықтан оны пассивті иммунитетке жатқызып қойыпты. Ал келесі жалған, немесе жасанды, немесе қолдан жасалған иммунитеттің түрі бұл арнайы препараттардан жасалатын иммунитеттер. Өзіміз қолдан жасап адамға енгіземіз. Оның активті және пассивті түрі бар. Активті түрі бұл вакцинация. Вакцинация көбісі жақсы білетін шығар. Ағзаға вакцинация жасайды, оған қарсы ағзада иммунитет қалыптасады. Дәл осылай. И ол иммунитет ағзаға микроорганизм келіп түскен кезде оны бірден жойып тастайды. Ал келесі түрі пассив, сарысу. Сарысу дегеніміз бұл сыворотка. Қанның құрамымызда болады. Оның құрамында антиденелер бар. Мысалы, ағзамызға бір қызамық вирус түсетін болса, яғни ішкі флораға түскен кезде, ол өте қауіпті болғандықтан адам өліп кетуі мүмкін. Оның иммундық жүйесі күші жетпеуі мүмкін. Сол кезде дәрігерлер мысалы көбінесе аттың сарысуын құйып жатады. Аттың сарысуын, яғни атқа қызамықты енгізеді. Оны енгізгеннен кейін оның қанында иммунитет қалыптасады, қызамыққа деген антиденелер қалыптасады да, оның қанның құрамынан сарысуын алып адамға енгізген кезде сол аттың қанның құрамындағы антиденелер адам ағзасына түсіп, сол қызамық вирусын жойып тастайды. Осылай адам ағзасында иммунитет қалыптастырады. Ол пассивті деген сөз, яғни пассивті топқа оны кіргізіп қойыпты, себебі ол уақытша. Көріп тұрғандарыңыздай. Достар, осымен біздің видео аяқталды. Видео ұнаған болса, лайк басып, комментарий жазып, каналға тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Келесі блогта көріскенше.